Екіншіден, таң намазын оқып жүре берген адамдар неге сұрақ қояды? Өйткені ол өте қолайлы. Өйткені таң намазы ешкімнің жұмысына кедергі етпейді, ешкімнің шаруаларына кедергі етпейді. Ұйқыдан тұра салып, орындайды да сосын барып кетеді. Қалған күйбең тіршілік басталғаннан кейін қалған намаздар жаймен қалып жатады. Сол үшін таң намазын оқып жүре берсем бола ма деген сұрақ қойып жатқаны сол үшін да деп ойлаймын өзім біріншіден. Енді бұған жауап беретін болсақ, біріншіден таң намазын оқып жүре берсеңіз, мысалға, намазды оқымау күнә. 5 уақыт намазды оқымаса адам, 5 күнә жазылады деп айтайықшы былай. Енді таң намазын оқып жүрсе, оған демек 4 күнә жазылады. Ол жай ғана өзінің күнәсінің мөлшерін азайтты да. Күнәнің мөлшерін ғана азайтты. Бірақ үйтіп жүре беруге болады деген сөз емес. Сіз сөйтіп жүре берсеңіз, онда біз мына нәрсені айтамыз, біліңіз, онда мына 4 күнә артыңыздан қалмай жазылып тұра береді. Бірақ таң намазы үшін де сауап алмайсыз деген әңгіме жоқ. Сауабыңызды аласыз. Бірақ алдағы уақытта бәрібір 5 уақыт намазға ынта жігеріңізді ашып, білім алсаңыз, өз-өзіңізді рухани жағынан дамытсаңыз, алдағы уақытта 5 уақыт намазды өзіңізге қалай бастап кеткеніңізді білмей қалып жатасыз. Сол үшін үйтіп жүре берсеңіз, осылай болады, жаңа мен айтқанымдай. Демек үйтіп жүрмей ақ қойғаныңыз абзалырақ болады. Бірақ таң намазын оқып бастай берсем бола ма десе адам, таң намазын оқып бастай беріңіз.